Енді осы Greenleaf корпорациясының маркетинг планы сізге толығырақ айтатын болып жатсам, айттым ғой, маркетинг планы гибридный деп, бинар плюс классика. Енді мысалы сіз бір рет келдіңіз, тіркелдіңіз, кабинетіңізді алдыңыз, бұл 90 жылға жарайды. Ешқандай күйіп кетпейді, жанып кетпейді, сізге активация требовать етпейді. Енді жаңағы маркетингте бірінші бинар дедік қой, бинар бойынша сіз осы 16 түрлі табыстың 3 табысын бинар бойынша табасыз. Ол қалай? Міне сіз тіркелдіңіз ба? Тіркелгеннен кейін системада сізге оң жағыңызға бір адам, сол жағыңызға бір адам алып келу қажетсіз. Ол уже бекітілген жаңағы системаның өзінің шарты. Енді сіз мысалға спонсорыңыздың оң жағына тіркелдіңіз дейік, оң жағына, дұрыс па? Мына жағыңыз сіздің сол жақ болады. Сол жақ ветка деп айтады енді желілік бизнесте. Енді бірінші күні сіз келдіңіз де бірінші адамыңызды тура осы информацияны айтып әкеліп тіркедіңіз, дұрыс қой, Енді екінші күні мына жерге екінші адамыңызды әкелу қажетсіз. Болды, осы жерде уже сіздің осы Greenleaf корпорациясының маркетинг планы уже сізде срабатывать етеді, система жұмыс жасайды. Осы жерде сіз сразу осы компанияның 3 доходын көресіз ғой. Бірінші доходы бұл реферальный бонус деп аталады. Кез келген бизнесте солай. Реферальный бонустан сіз аласыз осы тіркелген пакетінің 5%-ын. Өзіңізге кейін тіркелді ол кісіде тура сіз сияқты бизнес жасайын деп 180 мың тіркелді делге, соның сізге 5%-ын береді. Ол дегеніміз теңге бойынша 6000 теңге. Енді тереңірек айтатын болсақ, бұл 6000 теңге қай жерден шықты, 5% қандай ақша деген болу керек, оны тағы да толығырақ түсіндірем, бірақ енді қазір айтып кетейік. Бағана айттым ғой, 188 мың теңге дегеніміз ішкі валюта бойынша ол 275 PV-ді құрайды, Осы 275 PV-дің 5%-ын сізге төлеп береді. 5%-ын. Және бұл жерде әрине минус 5% компания дорожные расходы, налог деген сияқты нәрсені ұстап қалады. Сонда сізге тиеді 6000 теңге. Бұл әрбір шақырған адамыңыз үшін берілетін ақша. Міне бірінші адамыңызды шақырдыңыз ба сіз? 6000 теңге компания сізге сразу бүгін тіркедіңіз ба, ертең таңғы сағат 7:30-да кабинетіңізде тық деп 6000 теңгеңіз түсіп тұрады. Қандай күшті, Мына жағыңыздан екінші адамыңызды шақырдық делік, Бұл жерде де компания сізге 5%, яғни айтқанда 6000 теңгені тағы төлеп береді. Ешкімнің шатағы жоқ, ешқандай алдау жоқ, алдау жоқ бұл жерде кез кабинетіңізді сажавать етіп алыңыз, ертесіне қарата тағы екінші 6000 теңге, сонда 12000 теңгені қатарыңызға түсіп тұрады. Енді бұл бірінші доход. Бірінші доход кетті ме? Компания енді осы жерден екінші доходтың көзін ашып береді сізге. Ол бинарный бонус. Бинарный бонустан 10% төлеп береді сізге. 10% дегеніміз теңге бойынша 12000 теңгені құрайды. Оны қалай аласыз? Сіз білесіз, маркетинг план бойынша бинар дегеніміз екі аяқ деген сөз. Негізі екі аяқтан шексіз жылдам келетін ақшаны айтады. Сіздің уже системада срабатывать етілді ғой. Екі аяғыңыз дұрыс па? Бір жақ сіз жағыңыз. Екі жағыңыз теңелді дейді, компания сізге мына жерде екі жағыңыз теңелген үшін бинарный бонус 10%-ын тағы төлеп береді. Ол дегеніміз теңге бойынша 12000 теңге. Міне, ешкімнің шатағы жоқ. Болды, мына ақша 12000 яқтан түсті ма? Бинар бойынша тағы да сізге уже астында кабинетіңізде 12000 по бинару деп тағы түсіп тұрады. Күшті, Енді үшінші доход көзі ашылады бұдан кейін. Бонус за уровень. За уровень деп қойайын. Қазақша деңгей деп айтады. Оншы, бұл көп деген компанияда жоқ. Мен енді насколько жұмыс жасап жүрмін, ешқандай компанияда бұндай көрген емеспін. Яғни айтқанда, міне бинарный система, бұны кейде маркетинг бойынша степовый бинар деп айтады екен негізі. Мысалыға. Ал бірақ бұл системада міне оң жақ сол жағын срабатывать етті дедім ғой. Нық орнына тұрғаннан кейін сізде бірінші деңгей жабылады. Бірінші уровень, яғни айтқанда. Бірінші уровені жабылғаны үшін компания сізге 38400 теңге тағы төлеп береді ғой. Қандай керемет, 38400 теңге деген енді бұл өзінің компанияның тұрақтап қойған ақшасы. Бұл $88